Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен витаминге толы, адамның иммунитетін көктем кезде әлсірегенде жақсы иммунитет көтеретін, ас қорыту жүйесіне жақсы көмектесетін көкөністерге бай салаттарымыздың бірі капуста, яғни қырыққабат салатымен бөлісетін боламын. Рецепті жоғалтылмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойды. Ұмытпаңыздар. Алдыменен капусталарымызды, туралған капусталарымыздың үстінен осылай редискаларымызды салып алатын боламыз. Барлығын дәл видеодағыдай етіп турап аласыздар. Оның үстінен қиярымызды және теркадан өткізілген сәбіздерімізді салып, оның үстінен көк болгоркелерімізді салып, және осылай кинзамызды салатын боламыз. Оның үстінен укроптарымызды салатын боламыз. Тағы да кинзаға тағы үстінен чесногымызды, яғни үккіштен өткізілген осылай чесногымыздан бір ас қасық салатын боламыз. Кез келген салаттың дәмін келтіретін осылай чеснок осылай қоссаңыздар болады. Осылай бір ас қасық тұзымызды салып, үстінен морков дәмдеуішін салып, өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіш салсаңыздар болады. Осылай салатқа арналған. Үстінен майымызды, қатты сұйық майды қыздыртып, осылай қосып, қолымызбен жақсылап бірдей масса болғанша араластырып, мыжылап араластырып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңызда біздің иммунитет көтертетін көкөністерге бай салаттарымыздың бірі қырыққабат салатымыз дайын болды. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, жоғалтылмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойды. Ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.